Сәлем құрметті көрермендер, бүгін сіздермен Мастер ТВ каналы. Бүгін мен сіздерге Билайн сим картадан қалай 1190 теңгеге тариф қосуға болады, сол туралы айтып өтетін болам. Ол тариф барлық тұлғаларға бірдей қосылмайды. Сіз мектепте жұмыс істеп жатқан мұғалім, немесе зейнеткер және мүмкіндігі шектеулі жан болуыңыз керек. Тек осыларға ғана бұл тарифтік жоспары қосылады. Бастамас бұрын каналға лайк, подписка басып кетуді ұмытпаңыздар, достар. Және оны мен сіздерге көрсетіп өтем, қалай қосылу керек екенін. Ол үшін Хромға кіреміз. Хромға кірген кезде мен жазып қойғам, бұдан алдын себебі бұл тарифке мен қосылғам. Әлеуметтік тариф жоспары деп, егер сіз мүмкіндігі шектеулі жан немесе жас жеткен зейнеткер болатын болсаңыз, осы жерге әлеуметтік тариф деп жазсаңыз, бұл осы тариф шығады. Егер мұғалім болып жұмыс істейтін болсаңыз, әлеуметтік дегеннің орнына жетекші тариф деп жазасыздар. Оны кіргеннен кейін, жазғаннан кейін мына жерде бірінші шығып тұр, әлеуметтік Билайн деп. Осы тарифке кіреміз. Және мына жерге шықты бізге әлеуметтік тарифтік жоспары деп. Бізге 7 гигабайт береді. Билайннан Билайнға қоңырау шалу шексіз, 50 минут және 200 SMS тағы басқа сияқты беріледі. Бұл архивтік тариф емес. Егер архивтік тариф болғанда, мына жерге қосу деген түймеше емес, архив деп тұратын еді. Архив болса, ол демек бұрынғы тарифтер, олар қосуға болмайтын тарифтер. Ал бұл тарифтер архивтік емес, ол тарифтерді қосуға болады. Қосу деген бөлімді басасыз. Және мына жерге шықты. Жасы келген зейнеткер, немесе мерзімнен бұрын шыққан зейнеткер және мүмкіндігі шектеулі тұлғалар. Біз осы бөлімге кіреміз, себебі мен осы тарифті қосқанмын. Сол үшін осыны түсіндіріп өтейін деп жатырмын сіздерге. Жалпы барлығына бірдей қағаздары тек басқаша әртүрлі болуы мүмкін. Қағаздары тек қана басқа барлығы дәл осылай толтырылып өтетін болады. Біріншісі, аты жөніңіз деген жерге сіздің паспорттағы аты жөніңізді тересіз. Сіздің номеріңіз міндетті түрде өзіңіздің атыңызға тіркелген болуы керек. Егер өзіңіздің атыңызға тіркелген болмаса, бұны сізге қосып бермейді бұл тарифті. Сіз өзіңіздің тарифі өзіңіздің атыңызға тіркелген болса, бұл тарифті қосу сізге біршама оңай болады. Кімнің атынан тіркелгенін білу үшін мына пәрменді терсеңіздер, кімнің атынан тіркелгенін сіздерге сообщение ретінде жіберетін болады. Аты жөніңізді жазасыздар, міндетті түрде паспорттағысын тек. Мына жерге ЖС-іңізді жазасыздар. Және қайсы номеріңізді осы тарифке қосасыз, сол нөмірді жазатын боласыздар. Мына жерге қосымша байланысу номерін жазасыздар. Бұл міндетті емес. Жазам десеңіздер, өзіңіздің басқа осы істеп жүрген Билайн сим картаңыздан бөлек тағы бір басқа бір нөмір жазуыңыз керек. Және мына жерге тіркеу деген жерге жеке куәлігіңізді жазасыздар. Біріншісіне жеке куәлігіңіздің суретін саласыздар. Сіздің егер суретіңіз 7 мегабайттан көп болатын болса, егер сақталған жады 7 гигабайттан көп болатын болса, оны қабылдамайды. Жан-жағын қырқып алсаңыздар, егер 7 гигабайттан аздау болады. Мына жерге бірден түсетін болады. Мына жерге тіркеу мүгедектігіңізді растайтын қағаз, яғни эпир қағазымыз болады, көк қағаз. Сол қағазда суретін осы жерге саласыздар. Және мына жерге үшіншісіне сіз осы құжаттарды қолыңызға алып, өзіңізбен бірге, бет-әлпетіңізбен бірге алып, суретке түсесіз және мына жерге салатын боласыз. Және жіберу деген түймешені бассаңыз, сіздерге жаңа бет ашылады. Мен қазір бұны басқамен мен мынаны ешқайсысын толтырмағам, сол үшін маған ашып бермейді қазір ол бөлімді. Сіздер бассаңыздар, жалғастыру деген түйме шығады, сол жалғастыру түймесін басасыздар. Одан кейін сіздің осы мына жерге жазған Билайн номерлеріңізге SMS код келеді. Сол кодты енгізесіздер және сіздерді келесі бөлімге лақтыратын болады. Яғни бұның қаралу мерзімі 2-3 күн болады. Жіберу деген түймешені басқандан кейін өздері кішкене уақыт загрузка етіп айландыраттаған, сіздерге 2-3 күн ішінде жауабын береміз деп сіздерге жауап беретін болады. Оның күту мерзімі 2-3 күн деп жазылғанымен көп уақыт талап етпейді. Мен қазір бұл осы тарифті мен 3-4 сим картаға қосып бердім. 3-4 сим картаға қосып бергенмен бұл негізі барлығын қосқанда ең ұзақ күту сағатым 3 сағат болған. 3 сағатты ең ұзақ дегенде 3 сағаттың ішінде маған сіздің тарифіңіз қосылды деген хабарлама келген. Мен өзім Билайн сим картама қосып қойғам. Мен қазір сіздерге бұны көрсетіп өтетін болам. Мой Билайнға кіреміз. Достар, лайк, подписка басып өтуді ұмытпаңыздар, достар. Бұл менің каналым дамуы үшін өте керек.
колдарыңыздан келген көмектерди аямайсыздар деген үмүттөбүз достор. Кичине загрузка болуп тур. Мынеки өзүбүздүн кодубузду теребиз. Міне мына жерде көрсеңіздер болады. Менің тарифтік жоспарым алименттік. Менде қосымша бонус бар. Ол үшін 11 гигабайт көрсетіп тұр. Алименттік менде тариф, міне көрсеңіздер болады. Алименттік 1190 теңге. Көп балада 790 теңге. Барлық жалпы төлем сомасы 1980 теңге. Менде бұл жерде тек қазір безгектіне қосылып тұр. Сол үшін 1790 теңге қосымша ақша алып тұр. Негізгі менің тарифтік жоспарым 1190 теңгелік тариф. Көп болды деген бонусты қосқаным үшін менде қосымша ақша алып тұр. Сол үшін ғана менде қазір бұл жерде ақшаны көбірек көрсетіп тұр. Негізгі тарифім 1190 теңге. Достар, тарифтік жоспарда осылай қосылғанға болады. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып кетіңіздер, мен міндетті түрде жауап беретін болам. Лайк, подписаться басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видео бұдан да қызық болады деген үміттемін. Себебі сіздерге әрдайым телефонда шығып жатқан жаңалықтарды, әртүрлі функцияларын түсіндіріп өтуге әрекет жасаймын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар, достар.